Армысыз алаш жұрты, бүгіні үшін ғұмыр кешпейді. Ертеңі үшін ар мен намысты жоғары қойған қазақ билері арқа мен алтайға созылған қазақ жерінде өнегелі ғибрат, даналы сөз қалдырған. Соның бірі Бекше би туралы ұрпақ парыз ретінде айтып өтсек. Абылай ханның үзеңгіліс көмекшісі болған Бекше би қарауылдың ішінде Жауылбайдан шыққан, аты аңызға айналған саятшы Дүйсен бидің екінші ұлы. Ерейментау өңірінде туып өскен, Сақлақ бимен бірге көп жылдар билік құрған. Уәли Сұлтан 1871 жылы 1 қарашада Ресей патшасының бұйрығымен орта жүздің ханы болып бекіген кезде Бекше биді шақыртып алып, жауластырмақ жаушыдан, елдестірмек елшіден дегендей, оны мәмлегер елші қылып сайлаған. Бекше би ел ісіне тікелей араласып, талай мәселелерді шешкен. Ресей мен Цин империясының арасындағы қарым-қатынастар қазақ жерінен өткендіктен, екеуінде ықпалын сезініп, орта жүз жұртын ыңғайлы, тиімді жолмен алып жүрген. Сол кезде салына бастаған бекіністер қазақтың кейбір руларын дәстүрі мен салтын бұзды. Мұны шешу оңайға түспеді. Халықты соғысқа ұрындырмай, жауластырмай ұстау қажет болды. Осының бәрінен халықтың дәстүрін, мал жанын алып қалу үшін бірнеше шаралар ойластырылды. Дауды шешуге байланысты Қытай, Орынбор, Омбы өңірлерінде болған комиссияларға қатысып, біздің ұлтымызға қатысты ортақ шешімдер жасауға ықпал жасады. Бекше шешен дарыны мен тапқырлығын мына бір сөзінен байқаймыз. Бірде Бекше Сақлаққа ермей қалып қойған екен. Аузы дуалы, сөзі уәлі, төкпе шешен доссыз дау шешіп, жұртты бітімге келтіру қиын соғатын сезіп, Сақлақ би кезекті сапарын доғарып, бәйбешесінен сыбағасын жіберіп, оны шақыртқан екен. Сонда Бекше: мен сақ екенің бекшесі едім, сақтаулы алтын текшесі едім. Бүгінде кісі жіберіп шақыртатын етігінің өкшесіме едім. Керегіне өзі келсін деп, қазақ халқының асылдығын, намысты жоғары қойған көрсеткен. Бекше туралы үкілі ыбырайды жоғарыдағы сөзімізге тұздық етердей ғып келесідей: Бек Айдарлы Бекшенің заманында бақ қыдыр қонған екен әр ауылға. 4 ауыл айтып болмас құрметінді, рахымы жаусын деймін Алланың да деп жырлаған. Кейінгі Бекше би туралы аңыздарда: қартайғанша қажымай төре болған қарауылдың баласы би Бекшені айт деген шумақтардың қалуы, оның дала заңы билердің дау шешудегі орнын айқындап береді. Бекше бидің тапқырлығы мен отқырлығы билік айтудағы ымыраға келтіруде ерекше дарындылығын тыңдаушыға жеткізе отырып, ел басымыздың рухани жаңғыру, мәңгілік ел болудың кепілі мақаласында атап өткендей, өзінің біртұтас ұлы ұлттың перзенті екеніңді ұмытуға болмайды деген мағыналы сөзін берік ұстанып, бабаларымыз ұлы дала заңымен қолданған даралықтарын санамызға сіңіріп, ел іргесін нығайтып, тұтастығын сақтауда билер жолын өнеге етіп, ұрпаққа аманат етсек деген пікірім бар. Қазақ билер соты ұлттық құндылық эстафетасын Шортанды аудандық сотынан Ақмола облысы бойынша кәмелетке толмағандардың мамандырылған аудан аралық сотының төрағасына табыстайды. Шығармашылық жұмысыңызға сәттілік болсын.